Көріңіздер, сақ болыңыздар. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Синоптиктер күн райының бұзылуына байланысты 15 облыста ескерту жариялады. Қазгидромет синоптиктері 16 қазанға ауа райы болжамын ұсынды. Оған сәйкес, еліміздің 15 облысында күн райы бұзылады деп күтілуде. Түркістан облысының солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан жел екпіні 15-20 миллисекундты құрайды. Түнде солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-батысында, күндіз облысының оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығыстан жел соғады. Түнде және таңертең Маңғыстау облысының солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтілуде. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады. Алматы облысының солтүстігінде, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады. Алматыда 17 қазанда түнде сынап бағаны 1-3 градус, Қонаевта сынап бағаны 4-6 градус суықты көрсетіп үсік жүреді деп күтілуде. Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады. Түнде сынап бағаны 4-9 градус суықты көрсетіп үсік жүреді деп күтілуде. Түнде және таңертең Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Түнде және таңертең Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтілуде. Қызылорда облысының солтүстігінде шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Түнде және таңертең Атырау облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтілуде. Ақтөбе облысының солтүстігінде, батысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Түнде және таңертең Абай облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтілуде. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Ақмола облысының оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қостанай облысының оңтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығыстан жел соғады. Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында, шығыстан, оңтүстік-шығыстан соққан жел екпіні 15-20 миллисекундты құрайды. Қарағанды облысында, шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.